Ақтөбе қаласы Новый орта мектеп лицейінің 8-ші Б класс оқушысы Сагидуллин Салават ұлтым татар. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі баяулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде вибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болса, салынбау керек. Ой кеселділер уайымсыз салғырақтық, ойыншық күлкішілдік, я бір қайғыға салынып, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды толтыра тұғын нәрселер.